случилось в одной из столичных многоэтажек. Мужчина пытался покончить с собой в знак протеста. Он задолжал банку по кредиту. В итоге жилье у него отбирают, а его большую семью... Ипотечники со всего Казахстана собрались в столице, чтобы встретиться с руководителем администрации президента. Эти люди больше 10 лет не могут осилить кредит. Ипотечники Алматы с мешками на головах, они устроили акцию протеста у Национального банка. Все они когда-то оформляли ипотеку, но выплатить ее не могут. Около 40 ипотечников сегодня пришли к акимату Алматы. Они требовали, чтобы в городе отменили карантин. По их словам, из-за ограничений люди не могут работать и платить кредит. Жолдастар, бүгінгі жиналысқа қош келдіңіздер. Жиналысымызды ашық деп жариялаймыз, ал енді бүгінгі күннің мәселесіне келсек. Жолдас Аружан, соңғы жаңалықтардың хабарлары болсын. Жолдас, сіздің нұсқап тұрғаныңыз 9 сәуірде нұрсұлтандық азаматтың баспана мәселесінің кесірінен өзін-өзі өртеп жібере жаздаған ма? Иә, дәл таптыңыз. Алла сақтап, азамат аман қалды. Алайда 2019 жылы 26 мамырда Светлана Тұрғынбаева атты азаматша және 2011 жылы Жоламан Нұркеновтың ұлы Марат Мырза өкінішке орай аман қалмады. Баспана мәселесі бойынша 2013 жылы 13 қазандағы Алматыда азаматтардың жариялаған аштығын ескере кеткен жөн. Жолдастар, бұл азаматтардың бәріне байланыстыратынын білесіздер ме? Ол әрине баспана мәселесінен бұзылған табиғи құқықтар. Табиғи құқық дегеніміз ол әуелде адамға тіршілік етуінен туындайтын тумысынан тән абсолютті ажырамас құқықтар табылады. Адамның табиғи құқықтар мемлекет орнатқан шартты құқықтардан жоғары қояды. Ол кез келген мемлекет, кез келген ел, кез келген құқық саласы болмасын, барлығының негізі фундаменті болып табылады. Мысалы, табиғи құқықтарға өмір сүру, еркіндік, бақыт, тынығу, отбасы, меншік қадір-қасиет, қауіпсіздік және де балалық, жастық, кәрілік шаққан кепілдік секілді құқықтар жасасақ болады. Ал жаңа жолдас Аружан атап өткен және жаңалықтар бойынша көптеген табиғи құқықтардың бұзылғанын байқаймыз. Олар әуелде өмір сүру, бақыт, еркіндік, тынығу секілді құқықтар бұзылды. Қазіргі таңда көптеген Қазақстан Республикасының азаматтары шетелде жұмыс жасауға тура келеді. Бұл жөнінде жолдас Сабрина өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда көптеген Қазақстан Республикасының азаматтары шетелде жұмыс жасауда. Бұл әрине адамды қынжылтады. Дегенмен мұнда тұрғын үй мәселесі де жатыр. Себебі елімізде ақша және тұрғын үй құны арасы жер мен көктей болғандықтан. Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасы аумағында үй алу үшін шетелге жұмыс жасап ақша табуда. Оның басты себебі теңге мен өзге де елдердің валютасы арасындағы айырмашылық. 2018 жылғы дерек бойынша тұрғын үй алу үшін ең төменгі сома жалақы 28.284 теңге бойынша ауданы 60 шаршы метр жаңа құрылыстағы двушка 128 ай немесе 10 жыл 6 ай жинауға тура келеді. Барлық жалақыны кейінге қалдыра отырып, пәтерді 8 жыл 7 айда сатып алуға болады. Ал қазір Алматы қаласынан 38 шаршы метр үй алу үшін төменгі жалақы мөлшері 42.500 теңге бойынша 28 жыл немесе 338 ай жинауға тура келеді. Бұл деген өте ұзақ әрі сұмдық көрсеткіш. Сондықтан Қазақстан Республикасының азаматтары Корея, Ресей және Түркия секілді елдерге жұмысқа 1-2 жылға барып баспаналы болып жатыр. Оның басты себебі атап өткенімізде экономикалық себеп және валюта бағамы. Олар аталған елдерде құны жоғары валютаны жалақы ретінде алып, елімізге келгенде қомақты суммаға ие болады. Шетелге көшудің бірден-бір себептері жоғары жалақы, тауардың арзандығы, коммуналдық қызметтердің арзандығы, сапалы баспана және арзан баспана, және сапалы әлеуметтік қызметтер және болашаққа сенімсіздік және де жұмыссыздық болып табылады. Статистикаға сүйенсек, 2020 жылы Германия мемлекетіне 2250 отандасымыз көшіп кеткен, ал Оңтүстік Кореяға 35 мыңға жуық, ал Турция мемлекетіне 54 адам және Ресей мемлекетіне 25.139 адам қоныс аударған. Жоғарғыда көрсетілгенде иммиграцияның себептерінің бірі жоғарғы жалақы болып есептеледі. Осыған орай біз әр мемлекеттің орташа жалақысын статистика бойынша қарастырдық. Мысалға, Қазақстанда орташа жалақы 223.213 теңгені құраса, ал Түркияда
515.611 теңгені құрайды, ал Ресей мемлекетінде 201.899 теңге және Корея мемлекетінде 1.289.000 теңгені құрайды. Елімізде жалақының жұмыссыздықтың деңгейінің арқасында иммиграцияның көбеюіне себеп болуда. Рахмет сізге, жолдас Тамрина. Жолдас Ларжан, ендігіде бұл ипотекалық бағдарламалардың негізі 25 жылға арналғандығын сіз білесіз, және де осы туралы не ойлайсыз? 25 жыл ішінде көріп отырғандарыңыздай, Қазақстанда 1995 жыл мен 2020 жыл аралығында 7,5 миллионнан астам адам дүниеге келіп, 3,5 миллионнан астам адам дүниеден өткен екен. 25 жыл бір ширек ғасыр. Бұл уақыттың ішінде адам біраз нәрсе жасай алады. Ол жетіледі, жұмысқа тұрады, некеге тұрады, орта және жоғарғы білімдерін аяқтайды. Тіпті балалы да болып, өз өмірін басқа адамда жалғастырады. Осы уақыт ішінде адам өз табиғи құқықтарын толығымен қалыптастырады және оларды толыққанды қолдана бастайды. Ал біз неге осындай уақыт мөлшерінде ипотека төлеуіміз қажет? Ипотека жайында сөз қозғағандықтан қаражат жайында айтып өтпеске болмас. Экономикасы бізбен бірдей, тіпті кейбір жағдайда бізден төмен бірнеше ел алып, олардың бір айлық орташа жалақысын бір жылдағы 12 айға көбейтіп, кейіннен оны 25 жылға еселеп, жалпы ешқандай сыртқы шығынсыз бір адам қанша қаражат табатынын есептедік. Оны мына диаграммадан көре аласыздар. Осы алған елдердегі тұрғын үйдің квадрат метрінің бағасында бір қарап өтуді жөн көрдік. Тұрғын үй квадрат метрінің бағасы Румынияда 480.375, Болгарияда 462.888, Испанияда 889.773, Грецияда 694.332, Чехияда 772.915, Польшада 963.616, Ирландияда 1.211.759 теңге болса, Қазақстанда 386.383 теңгені құрайды. Көріп тұрғандарыңызда ең төмен жалақы Қазақстанда және тиісінше ең төмен тұрғын үйдің бағасы Қазақстанда болып табылады. Дегенмен басқа елдердегі жалақы бағасы мен тұрғын үй бағасын есептеп Қазақстанмен салыстырғанда Қазақстандағы тұрғын үйдің бағасы арзан емес екенін байқай аламыз. Жолдастар, құлдықты тарихта Батыс Рим империясының құлауымен құлдық тоқтады деп санайды. Алайда ол ешқашан тоқтаған емес. Ол өзінің тек формасы және сипатын өзгерте отырып дамыды. Егер қазіргі таңда азаматтар алған тұрғын үй төлеу үшін кемінде 2 жерде жұмыс жасап, және де сол жұмыстардан шығып қалмас үшін басшылық тарапынан туындаған қорлықтарға барынша шыдап құқығы бұзылуына жол берсе, сондай-ақ тапқан табысы тұрғын үйдің қарызын өтеуден артылмаса, бір мезгіл демалып кино немесе театрға бара алмаса, онда оның құлдықта не айырмашылығы бар? Себебі азамат осы арада өзінің денсаулығына және де психикалық жағдайына зақым келтіре отырып, еңбек саласындағы ар-ождан және демалу құқығын бұзуға жол берсе, бұны құлдық демегені немене? Кейбір азаматтар 25 жыл көлеміне баспана аламыз деп жұмсақ түрде айтқанымызда өздерін өте ауыр халге түсіреді. Ал оған жоғары пайызбен баспананың құны әсер етеді. Сондай көптеген Қазақстан Республикасының азаматтары Оңтүстік Корея еліне барып, өте ауыр жұмыстарға салынып, заңды құлдық күй кешуге тура келеді. Мысалы, Қазақстан Республикасының азаматы Фархат есімді азаматтың айтуы бойынша, Оңтүстік Корея елінде Қазақстан Республикасының азаматтары құл базарлары арқылы ең ауыр және де ең лас жұмыстарға алынады. Біз бұны орта ғасырлардағы араб елдеріндегі құл базарларымен салыстырсақ болады, немесе мәмлүктердің жеке басысы тұрғысынан салыстырсақ болады. Осы аталып өткен заманауи құлдықта азаматтардың жеке бас бостандығы, еркін жүріп тұру, сондай-ақ тынығу секілді құқықтары бұзылады. О, рабы! Властью, данной мне Цезарем, Сенатом, римским народом и тому подобное, я, сенатор Каиафий Риэлторус, освобождаю вас. Значит, мы свободны? Не за что. Ну что же, должен сказать приятненько. Да, только, пожалуйста, не забудьте сдать ключи от ваших квартир. Но, насколько я понимаю, квартиры нам подарили. Да, когда вы были рабами. Так что теперь вы все должны платить 15 сестерцев в неделю за аренду. 15 сестерцев, между прочим. Но, хорошая новость. У нас только что появились вакансии на должность строителей. И зарплата 15 сестерцев в неделю. Согласны? Да, но ваше предложение... Прекрасно, вы наняты. Занозикус, твои новые строители еще не заработают? За работу, дармоеды! Особое приглашение нужно, вам не за это деньги платят! Живо! Все на стройку! Бегом! Это то же самое рабство. Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 2021 жылдың ақпанында 223.213 теңгені құрды.
2020 жылдың ақпанында қазақстандықтардың орташа жалақысы 200 мың теңгеден аспады. Ол яғни 198.194 теңгені құрды. Ал Қазақстандағы ең төменгі жалақы сол теңгеде қалды, 42.500 теңге. Қазақстандағы орташа зейнетақы 1 наурыздағы базалық жалақыны есепке алғанда 100.308 теңгені құрады деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі. Биылғы жылдың басында зейнетақы төлемдерінің орташа мөлшері 94.733 теңгені, ал 2020 жылдың ақпанда 90.502 теңгені құрды. Жалпы ішкі бойынша Қазақстан әлем бойынша 54 орынды алуда. С объемом 163.23 миллиард доллармен. Ал жеке басына жалпы ішкі өнім Қазақстан 2020 жылдың 77 орынды алуда әлем бойынша. 8.800 долларды құрды. Келесі келетін мәселе ол Қазақстандағы үй салудағы жобалар. 1991 жылдан 2021 жылға дейін, яғни Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері, қолжетімді баспана бағдарламасы арқылы көптеген басқа баспана бағдарламалары жұмыс жасап жатыр. Мысалы көрсетіліп тұрғандай, бақытты отбасы, әскери баспана, 7-20-25, баспана хит секілді баспана бағдарламалары жұмыс жасап жатыр. Оған қоса бірнеше күн бұрын ғана жаңадан ұмай ата-аналарға арналған ипотекалық баспана жүйесі қабылданды. Ол дегеніміз жалпы халықтың тұрғын үй мәселесіне қатты қызығатын көрсетеді. Нақтырақ айтсақ, көптеген адамдардың үй-күйі жоқ болып табылады. Қазақстанда тұрғын үй жетіспеушілігі қатты байқалады, себебі елімізде 28 миллион квадрат метр үй мөлшері жетіспейді. Және 400 мың отбасы да үйсіз болып табылады. Оған қоса халқымыздың тек 25% ғана тұрғын үйге қолы жетімді болып табылады. Келесі деректерге келетін болсақ, бұл диаграммалар. Бірінші диаграммаға қарайтын болсақ, ол Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан 2018 жылға дейін салынған үйлер саны мен квадрат метр есептелген. Және жанындағы диаграммаға қарайтын болсақ, ол еліміздегі әр облыста квадрат метр бағасы нақты көрсетілген. Егер салыстыратын болсақ, Алматыда баспана бағасы ең қымбат болып табылады, яғни квадрат метрі 450 мың теңге, ал ең арзан Таразда бар жоғы 100-150 мың теңге арасында. Тұрғын үй мәселесін айтқанда құқықты айтпай кетпеске болмас. Тұрғын үйге қатысты Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары атты заң бар. Бұл заңның 2 бөлімінің тұрғын үйге жеке меншік құқығын алу тарауының 11 бабында үйді сатып алу құқығы жайында жазылған. Онда азамат немесе заңды тұлға Қазақстан Республикасы аумағының қай жерінде тұратынына қарамастан жеке меншігіне заңды түрде тұрғын үй сатып ала алатындығы және бір азаматтың немесе заңды тұлғаның меншігіндегі тұрғын үйлердің саны мен көлеміне шек қойылмайтындығы көрсетілген. Жоғарыда айтып кеткен қазақстандықтардың осы ипотека кесірінен бұзылып жатқан табиғи құқықтары Қазақстан Республикасының Конституциясының адам және азамат бөлімінің 24 бабында көрсетілген. Онда әркімнің еңбек ету бостандығына және қызмет түрін еркін таңдау құқығы бар жазылған. Және де әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету жағдайына тынығуға құқығы бар. Және еңбек шарты бойынша заңмен белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығына, демалыс және мереке күндеріне жыл сайынғы ақылы демалысқа кепілдік беретіндігі де жазылған. Дегенмен шетелдерге барып жұмыс жасайтын азаматтарымыздың өкінішке орай бұл құқықтарды қолдана алмай денсаулықтарына зияны тиетіндігі де бар. Ата заңымыздың адам және азамат бөлімінің 25 бабында тұрғын үйге қол сұғылмайтындығы және де Қазақстан Республикасы азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасайтындығы, мұқтаж азаматтарға тұрғын үй заңмен белгіленген нормаларға сәйкес мемлекеттік тұрғын үй қорларынан олардың шамасы көтеретін ақыға берілетіндігі де жазылған. Осы тұрғын үй мәселесін қарастырғандықтан бұл мәселе жайлы қоғам қайраткерлерінің, осы саланың білікті мамандарын ойларын қарастырмай кетпесек болмас. Көбісіміз Инстаграм желісінен Дәулеттен деп білетін баспана мәселесі жөнінде блог жүргізетін блогерлеріміздің бірі Дәулет Төлеутайұлы. Ол кісі баспана қолжетімді болу үшін техника, құрылыс құрал жабдықтары өзімізден шығу керектігін айтқан болатын. Дәулет Төлеутайұлының Инстаграм парақшасына кірсеңіздер, осы баспана жайында, қолжетімді баспананың бағдарламалар жайында ақпарат ала аласыздар. Бұл кісі өзі баспана алуды үйретеді. Және нәтижесінде осы Дәулет Төлеутайұлынан кеңес алған адамдар баспаналы болып жатқанды айта кету керек. Россиялық блогер Илья Варламов Нұрсұлтанға келіп, Қазақстандағы баспаналардың жағдайын көріп, жаңа заман талабына сай немесе сай еместігіне баға берген болатын.
Варламовтың көңілінен Нұрсұлтандық жаңа салынған тұрғын үйлер кешені шықпаған сияқты. Ол бұл үйлерді қатты сөккен болатын. Нұрсұлтандық тұрғын үйлерді Швецияның тұрғын үйлерімен салыстырып, Швецияда 6 квартал жасайтын жерге қазақстандықтардың, яғни нұрсұлтандықтардың 1 квартал жасағанын айтқан. Соңында ол біздің елде масштабтың 5 есеге бұзылғанын айтты. Сол үйлерді жақыннан көрмек болып барған блогерді үйдің жағдайда қуантпаған еді. Үйдің ауласының жағдайының нашарлығын айтып, ондағы заттардың сынып қирап қалғандығын да сынға алған болатын. Жұмыс сапасы да оның көңілінен шықпады. Жаңадан салынған үйлерде ондай кемшіліктер болмауға тиістігін айтты. Келесі Тұрсынбек Қабатов. Көбісіміз білетіндей елдегі жағдайды әзіл арқылы халыққа жеткізетін адамдардың бірі. Қолжетімді баспана бағдарламасы бұл кісінде назарын аудартқан болатын. Ол қолжетімді баспананың басқа үйлерге қарағанда жағдайының нашарлау екенін әзіл арқылы айтқан еді. Баспана мәселесін шешуде мемлекеттің де бірқатар рөлі бар. Сол себепті де осы мемлекеттің рөлін білу үшін және де қазіргі таңда жаңалықтарды білу үшін банк қызметкеріне сұхбат алғанды жөн санаймыз. Саламатсыздар ма? Президентіміздің үкімет тарапынан баспана мәселесін шешу жөніндегі тапсырмалары жөнінде қысқаша айтқым келеді. Қазір билік басына Қасым-Жомарт Кемелұлының келуі баспана мәселесіне жаңа серпін берді. Президентіміз сайлау уәдесінде 2% мөлшерде баспана бағдарламасын қарастыруға уәде етті. Сонан соң қолжетімді баспана бағдарламасындағы бағыттарды біріктіріп, халыққа түсінікті де қарапайым бағдарлама жасауды ұсынды. Сонан соң келесідей уәделер берді. Атап айтсақ, барлық қолданыстағы тұрғын үй бағдарламаларын бірыңғай тұрғын үй саясатына біріктіру. 2025 жылға дейін нұрлы жел мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын қабылдау. Аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналған кем дегенде 40 мың жалдамалы пәтерді пайдалануға беру. 650 мың отбасын немесе 2 миллионнан астам адамды жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету. 3 жыл ішінде жұмыс жастары үшін Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында кемінде 1 мың жалдамалы пәтерді пайдалануға беру секілді уәделерді өзінің сайлау алды бағдарламасына енгізді. Президентіміздің басты мақсаты еліміздегі баспана мәселесін шешіп, бағдарламаларды европалық деңгеймен теңестіру болып табылады. Қорытындылай келе, айтқым келетіні, елімізде жаңа үкіметтің келуі баспана мәселесінде жаңа серпін берді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Жолдастар, біздің бүгінгі көтеріп отырған мәселеміз азаматтардың баспана саласындағы құқықтары болғандықтан, осы мәселені шешудегі ұсынарым Шах Ақбаев атындағы азаматтық ұйым құруды ұсынамын. Бұл ұйымның ең басты мақсаты азаматтардың баспана мәселесіндегі құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету. Сол себепті де бұл ұйым мемлекеттік немесе саяси ұйым болып танылмайды. Біздің бұл ұсынысымыздың бос сөз немесе құрышқа жаңғырық емес екендігін дәлелдеу үшін бұл ұйымның бастапқы бағдарламасын әзірлеп қойдық. Бұл ұйымның бастапқы бағдарламасы 6 бөлімнен тұрады. Біріншіден, құқықтық сауаттылық мәселесі азаматтардың өздерінің базалық құқықтарын ұғындыру және түсіндіру. Екіншіден, құқықтың үстемдігі. Ипотека қатынастарында азаматтардың базалық құқықтарын негіздеу және басты назарға алдырту мен үстемдігін қамтамасыз ету. Үшіншіден, азаматтардың құқықтық жағдайы. Ипотека мәселесіне азаматтардың туындаған құқықтық мәселелерді шешуде азаматтарға төмен бағамен заңи көмек көрсету. Төртіншіден, табиғи құқықтардың бұзылуының алдын алу. Азаматтардың ипотека мәселесін шешудегі процесте алынған тәжірибелерді негіздей отыра, құқықтың бұзылудың алдын алу шараларын қарастыру, ұйымға психолог мамандарын тартып, суицид, ажырасу және ұрлыққа жүгіну секілді девианттық мінез-құлықтардың алдын алу. Бесіншіден, құқықты қолдана білу. Азаматтарға құқықтарын түсіндірген соң, мәселесін шешіп берген соң, оған өз құқығын қолдана білуге теориялық білім беру және ол білімді өзгеге таратуға шақыру. Алтыншыдан, ипотека саласында қазақстандық лагумды қарастыру. Ипотека саласында золотая серединаны жан-жақты қарастыру. Мейлі ол баспананың құны, пайызы, мерзімі және де құқықтық жағдайы болмасын. Барлық қырынан екі жақты тиімді қанағаттандырушылықты орнату. Біздің жобамызға аса назар бөліп, аса ажыратылықпен қарағандарыңызға көп алғыс айтамыз. Сау саламат болыңыздар.